1954 жылы КСР бойынша тың егеру науқаны басталып, қазақтың құнарлы жерлеріне түрен салынды. Жолдамамен одақтың түкпір-түкпірінен 2 миллион адам ағылды. Қазақ даласында 337 кеңшар құрылып, мыңдаған техника жеткізілді. Әрине, бұл науқан бір жағынан ауыл шаруашылығының әлеуетін арттырғанымен 9 миллион гектар жердің құнары желге ұшты. Жергілікті ұлттың мүддесі ескерілмей, 700 қазақ мектебі жабылды. Елді мекендер мен жер су атаулары өзгертілді. Ақмола қаласы Целиноградқа айналып, қазақ елі санаулы жылдың ішінде көп ұлтты мемлекетке айналып шыға келді. Бәленбай миллион халық әкеп төккендегі саясат сол айтып отырмын ғой. Патшаның қаруымен сан ғасыр істей алмаған нәрсесін біз бір қаулымен, соқамен, достықпен жасадық деп өзі солай жариялап айтқан ғой. Демек, мына жердің бәріне халқын төгіп алды. Жаңағы ішінде неше түрлі сотталғаны бар, сотталмағаны бар. Әділет ойыңыздан көрінбейді, амал не қалса дағы көңілмейлі. Bir тұтас республика Қазақстан жырымдап жермен су бөлінбейді. Сонда тілімді мына қазақ алмады деп Хрущев қып-қызыл болып долданды кетті. Тәшеніп тайсалмады, қаһарынан кеткенде алпамыспен қобыланды. Ал себебі Хрущевтің ол кезде Хрущевқа қарсы тұру оңай болмаған, бұл Сталиннен кейінгі толға болған. Білесіз, бұл біріккен ұлттар ұйымының ол кезде Лига наций дейді, сонда сөйлегенде аяғындағы туфлиін шешіп алып үстел тұрған ғой. Бүкіл Американ дрель кеткен. Я вам покажу Пушкину мать деген. Жарты әлем шошыған Хрущевтан қорыққан. Сөйткені азу алты қарыс, ешкімнің сөзін тыңдамайтын жаңағы ақкөз Хрущевқа тайсалмастан қарсы тұрған Тәшеновтің қуаты қандай деп ойлаңыз. Сонда оған рух беріп тұрған не нәрсе? Ол мына туған жеріне деген, еліне деген махаббаты әр үлкен сана, үлкен түйсік, үлкен ой ғой. Ол кешегі аруақтар оны демеп тұр ғой. Мына жерді беруге болмайды, басқа. Ал егер сонда ол көне салса, Тәшеновке алтын жұлдыз да берілмеді, одан да жоғары көтерілмеді, арқасынан қағармеді, ол тайраңдап жүрмеді мысалы. Өзі жеке басына. Хрущев айтты, мен сенің қаулыңа қарамаймын. Мен ерегіскенде үкімді Москвадан шығартамындағы осылай ала салам деген ғой. Сонда Хрущев айтқан, Хрущевқа Тәшенов айтқан, сіз үйтетін болсаңыз, мен сізді Гаагадағы халықаралық сотқа беремін. Ұлы едім қазақ деген бір атаның тереңнен 4 мұхитты тулатармын, бұтарлап отар елде жұтпақшы деп, мен сізді ай әлемге шулатармын деген. Жер берген Құдай дарқан қазағыма, көнбейді құйтырқыға, мазағыңа, өтпейді ешкімнің өңішінен тас болып тұрып қалар тамағыңа деген. Маған десең, отқа өртте пісіріп же, түрменің түбін өттік, бәрібір бұл ойың жүзеге аспайды, мұндай мәселені айтпақ түгіл күн тәртібіне қоюға болмайды деп қасарысып тұрып алған. Бәрі де жер емес пе, СССР болмағанда өспес едің. Егер де айтқанымда жасамасаң, мен саған өлілгенше өш төсермін, қуғындап, кісені салып, торға қамап, төбеңді сүйменменен көп төсермін дейді. Сонда Тәшенов айтады, қылып ал қыларыңды пісіріп же, етімді отқа қақтап, түшініп же, уатып сүйегімді, күлімді шаш, көнбеймін мұндай қорлық ісіңізге, қазақтың жерін қылғи салам деген ой кірмесін өңтігі түсіңізге дейді. Керемет ерліктер жасаған тұлғалар Құдайға шүкір жұлдыздай самсап тұр. Әр ерліктің өзінің тарихы бар, өзінің сыры бар, ерекшелігі бар. Ерліктің бәрі ерлік былай қарағанда. Енді бұлай ой жүгіртіп қарасаң, солардың ішінде Жұмабек Тәшеновтің ерлігі ешкімге ұқсамайтын ерекше ерлік. Мен осы күн отырып ойлансам, шындығында солай. Өйткені Жұмабек Тәшенов мүлдем жаңа заманның қайраткері, оның ерлігі, оның өнегесі бүгінгі және келешек қазақтың мемлекет қайраткерлеріне, саяси қайраткерлеріне үлгі өнеге болатын, басшылық қалатын ерлігі. Тәшеновтің ұлы ерлігі, ол жаңағы бүкіл ұрпаққа өнеге болатын ерлігі, жерін 5 облыстың Қазақстанның 3/4 ғой, ең қаймақ бетке шыққан қаймақ соны алып қалу, тағдыры ұлы ерлікке жолықтырған, ел үшін кету бақыт болып құрбан, биік ой, асқақ сезім бойын билеп, даңқты ел тарихын толықтырған, партия солдаты болып жүрсе дағы жүрегі қазағым деп соғып тұрған, ең жарық жұлдыздардың бірі жүкең азаттық аспанында жанып тұрған.